Бүгін сіздерге үйіңізде болу керек 3 нәрсе туралы айтатын боламын. Өйткені бұл 3 нәрсе үйіңізге береке, байлық алып келеді. 3 нәрсенің екеуін қаласаңыз қоюыңызға болады. Ал 3-ші айтайын деп отырған нәрсе үйіңізде міндетті түрде үнемі болуы керек. Сонымен бірінші үйіңізде болу керек нәрсе ол алма. Ас үйіңіздегі үстел үстіне немесе кез келген бөлмеде алма тұруы керек. Алманы ыдысқа салып қойсаңыз болады. Қандай алма болсын, мейлі, қызыл, сары, көк алма болса да болады. Алма санында маңызды емес. 4, 5, 6, тіпті одан да көп болса да болады. Ол жағы өз қалауыңызша. Алма мен үйдің энергетикасы бірге қосылып, сізді де сол энергетикамен жандандырады. Сол арқылы үй иелерінің ісі оңынан келіп, тапқан таянғаны берекелі болады. Алмаларды үй иелерінің жеуіне болады. Алмалар біткен соң орнына басқа алмаларды қою керек. Екінші үйде болу керек нәрсе бұл гүлдер. Тамыр қырқылған вазада суда тұратын гүлдер емес. Түбекке егілген, яғни тамыры бар, өсу процесі бар гүлдер болу керек. Өзіңізге ұнайтын кез келген гүл жарайды. Ал енді үйіңізде міндетті түрде болуы керек 3-ші нәрсе үйіңіздің тазалығы. Үйіңізде алдын айтылған алма мен гүл болғанымен, үйіңізде тазалық болмаса, бәрі бекершілік. Мейлі, үйіңізде елден артық байлық болмаса да, үйіңіз таза, әр нәрсе өз орнында ұқыптап жиналған болса, ас бөлмесіндегі ыдыс-аяқтар уақытылы жуылса, мұндай үйдің ырыс берекесі артары сөзсіз. Үйіңіздің энергетикасы үй иелерін де жандандырып, бойларына күш-қуат беріп, денсаулықтары да жақсарып, көңілдері тыныш болады.